Хайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін біз осындай қолөнер бұйымдарынан осындай әдемі қазақ үйін тоқитын боламыз. Керек заттар, яғни менде қайшы және леска, 7-ші размерлі леска, ақ және қызыл түсті 12-ші размерлі моншақтан, қырлы моншақтан тоқитын боламын. Бірінші, бисмиллах деп бастайық. Бірінші лескамызды ұзындау етіп кесіп аламыз. Ұштарын бірдей етіп алып, 6 моншақ өткізетін боламын. Лескамызға 6 моншақ өткіземіз. Мінекей өткізіп алдым. Енді соңғы лескамызды, соңғы моншағымызды, осы лесканы, оң жақ лескамызды өткізіп, соңғы моншақтан ілмек жасап аламыз. Және сол жақ лескамызды осы ілмектен өткізіп, моншағымыздың ортасына бекітетін боламыз. Мінекей 6 моншақты бекітіп алдық. Енді бұл 6 моншақты 5-ке туралайтын боламыз. Ол үшін оң жағымызға 4 моншақ өткіземіз. Соңғысына ілмек жасап аламыз лескамыздың. Сол жақ лескамызды осы ілмектен өткізетін боламыз. Бекітеміз. Енді сол жақ астыңғы лескамызды сол жақ астыңғы бір моншақтан өткізіп отырамыз. Мінекей бізде 2 моншақ болды. Оны 5-ке туралау үшін жоғарғы оң жақ лескамызға 3 моншақ өткізетін боламыз. Өткіздік, соңғысына ілмек жасап алдық. Бекітеміз. Бекіттік. Енді тағы да осылай соңғы бір моншақ қалғанша осылай дәл осылай тоқитын боламыз. Астыңғы лескамызды астыңғы бір моншақтан өткіземіз. 2 моншақ болады. Соңғы жоғарғы оң жақ лескамызға 3 моншақ өткізетін боламыз. Сонда осылайша 5 моншақ болады бізде. Бекітетін боламыз 5 моншақпен. Мінекей. 5-тікпен тоқимыз. Осылай соңғы бір моншақ қалғанша тоқимыз. Енді осы соңғы бір моншақ қалды. Астыңғы лескамызды осы моншақтан өткіземіз. Мінекей өткіземіз. Және жанындағы, жоғар жанындағы бір моншақтан өткізетін боламыз. Мінекей бізде 3 моншақ болды. Бұны 5-ке туралау үшін оң жағымызға 2 моншақ өткізетін боламыз. Бекітеміз. Біздің бірінші қатарымыз дайын. Енді оң жаққа 4 моншақ өткіземіз. Бұны да осылай дәл осылай 5-тікпен туралап шығамыз. Бекітеміз. Басында сол жақ лескамызға ешқандай моншақты өткізбейміз. Содан кейін 4 моншақпен бекітіп аламыз. Содан кейін астыңғы лескамызды, сол жақ лескамызды бір моншақтан өткізіп, жоғарғы моншаққа, лескаға 3 моншақ өткізіп, ілмек жасап бекітетін боламыз. Дәл осылай соңғы бір моншақ қалғанша тоқимыз. Өте оңай әдіспен тоқылады. Мінекей бізде 2 моншақ бар. Оны 5-ке туралау үшін 3 моншақ өткіземіз. Өткізіп алдық. Бекітеміз.
Мінекей соңғы бір моншақ қалғанша тоқыдық. Енді осы астыңғы моншақты, астыңғы лескамызды осы моншақтан өткіземіз және жоғары жағындағы бір моншақтан өткізетін боламыз. Сонда бізде 3 моншақ болды. Оны беске туралау үшін 2 моншақ өткізетін боламыз. Бекітеміз. Енді соңғы қатарды біз төрттікпен тоқитын боламыз. Мен қызыл түстімен тоқимын. Ол үшін сол жағымызға ешқандай моншақ өткізбейміз. Оң жағымызға 3 моншақ өткізіп аламыз. Соңғысына ілмек жасаймыз, бекітеміз. Енді астыңғы лескамызды әрбір бір моншақтан өткіземіз. Мінекей бір моншақтан өткізіп отырамыз. Бізде 2 бар. Оны 4-ке туралау үшін 2 моншақ жоғары жағына өткіземіз. Бекітеміз. Тағы да астыңғы лескамызды бір моншақтан өткіземіз. Лескамызда 2 бар. Енді 4-ке туралау үшін жоғарғы лескамызға 2 моншақ өткіземіз. Бекітеміз. Осылай бір моншақ қалғанша тоқимыз. Соңғы бір моншақ қалғанша тоқып шығамыз. Мінекей бір моншақ қалды. Енді астыңғы лескамызды осы моншақтан өткіземіз. Және жоғары жағындағы бір моншақтан өткізетін боламыз. Бізде 3 моншақ бар. Оны 4-ке туралау үшін оң жағымызға бір моншақ өткізетін боламыз. Мен ақ моншақпен шатастырып жатырмын. Қызыл моншақпен бекітеміз. Мінекей бізде қазақ үйіміздің асты дайын болды. Дайын болды. Осылай дайындап аламыз.